Саламатсыздар ма, ауыл тұрғындары, қайырлы күн. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Ақтөбе ауылдық округі ауылдық округіндегі Бәйтерек ауылындағы шығыс жағында орналасқан жаңағы біздердің 2026-2035 жылға тұрмыстық қатты қалдықтар полигоны үшін қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат алу бойынша нормативтік құжаттарына рұқсат алу бойынша жиналыс өтіп жатыр. Бүгін міне біздерге Жамбыл облысы Тараз қаласынан ЭКО-КСС жауапты серіктестігінің мамандары келіп отыр. Ары қарай қазір өздерін таныстырып, несін жүргізеді. Қайсы? Регламентті оқып жүрмін. Ашық регламентті оқып өтейін. Баяндаушылар баяндамаларға 5 минут. Баяндамаларды талқылау және қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау. Баяндамашылар өз кезеңінде қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді 10 минут. Қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығару 2 минут. Жақсы, рахмет. Қайырлы күн, ауыл тұрғындары. Менің есімім Зүлбаева Лейла Абдуллақызы. Мен ЭККС жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жобалаушы маманымын. Бүгінгі жиналысты рұқсат етсеңіздер, мен баяндамамды оқи берейін. Қазақстан Республикасы экология кодексінің 58-ші бабы 2-ші тармағына, 73-ші бабы 1-ші тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары бекітілген. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушысының 2021 жылғы 3 тамыздағы номер 286 бұйрығымен бекітілген. Бүгінгі қоғамдық тыңдау жоғарыда көрсетілген бұйрықтың 2-ші тарауындағы ашық жиналыстардың санында қоғамдық тыңдауларды өткізу тәртібінің барлық тармақтарына сәйкес өткізіліп отыр. Ол дегеніміз, сіздерге осыдан 1 ай бұрын біз хабарландыру беріп кеткен болатынбыз, және жүгіртпе жолдарына және газетке осы туралы біз хабарландырулар берілген болатынбыз. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы Ақтөбе ауылдық округі тұрмыстық қатты қалдықтар полигонына 2026-35 жылдар аралығына арналған қоршаған ортаға әсер етуінің нормативтік құжаттарына рұқсат алу болып табылады. Полигон Жамбыл облысы Жуалы ауданына қарасты Бәйтерек ауылынан солтүстік шығысқа қарай 1000 метр қашықтықта жатыр. Нысанның аумағы 1 гектарды құрайды. Тұрмыстық қатты қалдықтар полигонында қалдықтарды қабылдау, оларды сақтау және оқшаулау жұмыстары жүргізіледі. Полигонның қоршаған ортаны ластауы полигонға қалдықтарды түсіру немесе төгу кезінде, қоқыстарды нығыздау кезінде, оларды оқшаулау, қалдықтарды үйінді күйінде сақтау кезінде болады. Ақтөбе ауылдық округіне Бәйтерек, Жаңаталап, Күркілесу, Ақтоған ел мекендері кіреді. Халқының саны 2656 адам. Соңғы 2 жылда халық санының жылдық өсімі шамамен 1,5%-ды құрап отыр. Осы мәліметтерді ескере отырып, біз 10 жыл ішінде қалдықтардың пайда болуының есебін жасадық. Жоба бойынша Ақтөбе ауылдық округі тұрғындарынан 2026 жылда 296 тонна, ал 2035 жылда 335 тонна тұрмыстық қатты қалдықтар қалыптасады деп есептелініп отыр. Осы қалыптасқан қалдықтардың барлығы полигонға орналастырылады. Тұрмыстық қатты қалдықтар полигонына орналастырмас бұрын сұрыптаудан өту қажет. Экологиялық кодекстің 350-ші бабының 5-ші тармағына сәйкес тұрмыстық қатты қалдықтарды сұрыптаусыз көмуге тыйым салынады. Яғни, ол қайталама шикізат ретінде қайта өңделетін қалдықтар, қағаз, картон, газет, сынған шыны ыдыстар, әйнектер, ескі жиһаздар, қолданыстан шыққан ағаштан жасалған бұйымдар, бос консерв банкілері, металл сынықтары, целлофан қапшықтары, пластмассадан жасалған бұйымдар, пластикалық бөтелке, мата, тамақ қалдықтары, сойылған малдың қалдықтары, малдың қи тезегі, құрылыс қалдықтар, қолданыстан шыққан автомобиль дөңгелектері. Құрамына уытты заттары бар қалдықтар, лампалар, батарейлер, аккумуляторлар, пайдаланылған майлар мен сұйықтықтар, электрондық қалдықтар. Осы аталған қалдықтарды қабылдайтын арнайы мекеме бар. Сол мекемелерге өткізген жөн. Ал қалған сұрыптауға келмейтін қалдықтар полигонға көміледі. Жалпы енді бүгінгі менің баяндамам осымен Тамам, егер сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Полигонға қатысты сіздердің көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болса,
осы кезде қойыңыздар. Біз жауап беруге дайынбыз. Пересчислять заттар тастауға болмайды ма? Мынау аталған қазіргі аталған қалдықтарды рұқсатсыз көрінген жерге тастауға болмайды. Арнайы өздеріңіздің полигон бар, сол жаққа апарып тастайсыздар. Ол жақта сұрыптаудан өту керек. Сұрыптаудан өткеннен кейін жаңағы рұқсат етілген ғана қалдықтар көміледі, қалғандары қайта өңдеуге болмаса басқа мекемелер алып кету керек. Біз үйде жинап қойсақ алып кетеді ма? Біз апарып тапсыруымыз керек. Жоқ, оны жинап қойғанда қазір сендерде ондай нелер жоқ та. Кәсіпкерлер жоқ та тасын. Бізде Тараз қаласында бар негізі. Егер араларында біреу шығып осындайды жинап, бәрін апарып өткіземін деп өзі ынталану керек қой. Сонымен мынандай сол кезде елде бәрін жинап қойды. Ал енді сендер тастайтын кезде полигонда өз сұрыптау болу керек заң бойынша. Бізде Қарағандыда эксперименталын жасады да, сонда ящиктар қояды. Ящиктар қою керек. Ящиктар қойып, отдельно, например, неге баклажка отдельно, стекловый отдельно. Осында қойып берсеңдер біз тастаймыз. Оны мынау Ауылға хотя бы екі жерде. жоқ, оны әкімшілік қойып береді оның бәрін. Енді соны алып кететін тасымалдаушы. Олар мына ящиктерді қойып қойса, баклажканы тастайсыңдар. Шынын тастайсыңдар, пластмасс, машина дөңгелектерінде вулкан жатса да өткізіп жатсыңдар олармен. Солар жиналған кезде жаңағыдай арнайы мекемелер бар, келіп алып кететіндер. Олар алып кетіп, өздері алып кетті негізі. Основной салафан мı, баклажка? Сол ғой, сол ғой. Шығылмайтын зат қой. Қазір соған келатыр қой, сұрыптауға Алла қаласа ақша бөлінсе, Ол да болады. ол да болады. Бірақ сіздер осындай заттар тастауға болмайды негізі. Тағы сұрақтарың бар ма? Сұрақ болса. Болмаса өзіңіз алып. Ары қарай жаңа регламент бойынша дауысқа салайық, құрметті ауыл тұрғындары. Қолдаймыз. Келіспеушілік Қолдаймыз деген кісілер қол көтерсін. Қарсыластар бар ма? Қарсысыз ба? Оны бір қалыптан қабылдансын деген шешім шығарайық. Келіспеушілік жоқ. Бұл жоба экологиялық нормаларға сай және ауылдың ластауына көп төндірмейді. Барлық ұсынылған материалдар қолжетімді және түсінікті болады. Қатысушылардың шешімімен қоғамдық тыңдау өтті деп танылды. Барлық қатысушыларға өз пікірлері үшін алғыс айтамыз. Барлық айтылған ұсыныстар мен сұрақтар хаттамада ескеріледі және мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындысы бойынша тиісті шешім қабылданады. Назар салғандарыңызға рахмет. Осымен жиналысты аяқтаймыз. Рахмет сіздерге. Сіздің аты жөніңізді